Жалпы адамдар бай болудың жолдарын іздейді, тезірек байығысы келеді. Мен бай болудың 4 жолын айтайын. Бірінші, еңбек ету керексің. Бай болғың келсе, көп еңбектен. Екінші, Құранда Алла Тағала оқы деді ғой. Нені оқимыз? Біз қай саланың маманымыз, сол саланы оқуымыз керек. Сосын Құранда не деді? Оқы деді. Иқра ва раббукал акрам деді. Оқы, Раббың аса жомарт дейді. Алланың беретіні көп дейді. Сен қай саланың маманысың, сол саланы тереңдетіп оқысаң, сол салада сен жетістікке жетсең, Алланың беретіні көп дейді. Бұл екінші. Яғни бірінші еңбек ету керексің. Екінші оқу керексің. Содан кейін барып Алладан дұға аласыз. Көпшілігі қателеседі. Бірінші дұғаны бірінші орынға қойып қояды. Жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұғамен шешетін болса, неге ол соғыста сауыт киді, неге ол тісі сынды, неге оның қабырғасы сынды, неге ол соғысты тіпті дұғамен шешіп жата бермеді ме? Пайғамбар соғысқа дайындалды, қару-жарақ жинады, әскер дайындады. Пайғамбар дұғасы қабыл болатын еді ғой. Ол дұғамен шешкен жоқ қой. Көрдіңіз ба? Ол дайындалды. Демек, әрекет етті. Жетістікке жету үшін сен бірінші еңбек етесің, білім аласың, сосын барып дұға аласың. Дұрыс, сенімді 100% байлыққа жол ашатын дұға ол истиғфар. Құранда бірнеше жерде келеді. Раббаларыңа истиғфар қылыңдар, Алладан кешірім сұраңдар. Сол кезде Алла Тағала көкті де жаудырады, мал мүлікті де береді, байлықты да береді, бала шағаны да береді, ұрпақ та сүйдіреді дейді.